Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі өтетін тақырып амин қышқылдары. Сабақ мақсаттары: амин қышқылдары, номенклатурасы, физикалық қасиеттері, алыну жолдары, химиялық қасиеттері. Амин қышқылдары дегеніміз молекуласында амин тобы және карбоксил топтары бар азоттар органикалық қосылыстар. Амин қышқылдарының молекулалық формуласын жалпы формуласына қою арқылы анықтаймыз. Яғни NH2, CN, H2N, COOH деген формулаға қойсақ, біз амин қышқылдарының молекулалық формуласын анықтай аламыз. Мысалға, 1-2 мысал жазайық. Мәселен, бірді қоятын болсақ, N орнына бізде шығады NH2, CH2, COOH. Бұл бізде амин сірке қышқылы. Амин сірке қышқылы. Келесі NH2, C2, H4, COOH. Бұл бізде амин пропион қышқылы. Амин пропион қышқылы. Енді келесісін қойсақ, 3 деген санды бізде шығады С3H6, COOH. Ол бізде амин май қышқылы. Амин май қышқылы. Дәл осылай, осы жалпы формула қою арқылы біз оның молекулалық формуласын анықтаймыз. Әрі қарай енді номенклатураға тоқтайық. Бұлардың номенклатурасы жалпы амин қышқылдарын қалай атауға болады? Ең бірінші біз үлкен тізбекті анықтаймыз. Кейін амин тобы тұрған орынды анықтаймыз. Оны нөмірлейміз. Ал көміртектің нөмірлеуді біз карбоксил тобы қай жаққа жақын, сол жақтан бастап нөмірлейміз. 1, 2, 3, 4. 4 көміртектен тұратын болса, бұл бутан қышқылы немесе май қышқылы. Бізде енді қараймыз. Былай жазсақ болады. 2 амин бутан қышқылы. Немесе 2 амин май қышқылы десек те болады. Немесе бізде мынандай нәрсе бар. Грек алфавитімен нөмірлеу. Альфа, бета, гамма. Олай болса, бізде амин тобымыз альфада тұр. Альфа амин бутан қышқылы. Немесе альфа амин май қышқылы десек те болады. Бір қосылыс, оның атауы бірнеше. Яғни, осыны бірнеше атау беру мүмкін шатастыру үшін. Біз осы номенклатураны дұрыстап түсінуіміз керек. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, телеграмда жазасыздар, сұрақтарыңызды қоясыздар. Келесі, енді бізге атауы берілген, оның формуласын қалай құрастырамыз? Альфа амин сірке қышқылы. Бізге енді сірке қышқылы болу үшін қажетті 2 көміртек. 1, 2. Біреуінде бізде карбоксил тобы бар. Енді амин сірке. Біреуі NH2 осы бір көміртекке келіп тұр. Қалған сутекпен толтырамыз. 1, 2. Значит, бізде 3, 4 деп CH2 дейміз. Сонда бізде шығады NH2, CH2, COOH. Бұл амин сірке қышқылы. Келесі, 3 амин бутан қышқылы. Бутан қышқылы болу үшін бізде көміртек саны 4 болу керек. 1, 2, 3, 4. Төртіншісі бізде карбоксил тобымен байланысқан, сонда COOH болып автомат жазылады. Енді нөмірлейтін болсақ, бірінші,
екінші, үшінші, төртінші. Сонда 3-ке амин тобы кетті дейді. NH2. Қалғандарын сутекпен толтырып шығамыз. 1, 2 байланыс, значит, 2 сутек. 1, 2, 3 байланыс, 1 сутек. 1 байланыс, сонда бұда 3 сутек. Бұл 3 амин бутан қышқылының формуласы осындай болады деген сөз. Енді физикалық қасиеттеріне келейік. Амин қышқылдары түссіз кристалды заттар. Суда жақсы ериді. Көбісінің тәтті дәмі бар. Молекулалық массасы артқан сайын суда ерігіштігі төмендеп, тығыздығы және қайнау, балқу температуралары артады. Амин қышқылдары егдайлы қасиет көрсетеді. Себебі молекула құрамында негіздік қасиет тудыратын амин тобы, қышқылдық қасиет тудыратын карбоксил тобы бар. Яғни біз айта аламыз. NH2 амин тобы бізде мысалға R радикалымыз, карбоксил тобымыз бар. Карбоксил тобы бізде қышқылдық қасиетке жауап береді. Енді әрі қарай бізде тағы да амин тобы бар. Бұл бізде негіздік қасиетке жауап береді. Бір қосылыста негізді қасиет және қышқылдық қасиет көрсете алады. Бұл сонда бізде егдайлы қасиет көрсетеді деген сөз. Бір жағдайда ол карбоксил тобы арқылы реакцияға түсіп қышқылдық қасиет көрсетеді. Бір жағдайда ол амин тобымен реакцияға түсіп негіздік қасиет көрсетеді. Сол себепті бұл амин қышқылдары егдайлы қасиет көрсете алады деп түсіндіре аламыз. Енді амин қышқылдарын қалай алуға болады? Ең бірінші бізде амин қышқылдарын нәруызды гидролиздеу арқылы аламыз. Яғни бұл жерде дипептидтік байланыс арқылы, пептидтік байланыстар өзара аминдердің байланысы арқылы пайда болатын байланысты біз пептидтік байланыс дейміз. Енді нәруызге мынандай дипептидті байланысты қарастырайық. Мысалға NH, CH радикал бірдейік. Мысалға жалпылама жазатын болсақ, біздің нәруызымыз. Бұны гидролиздеу үшін су қосамыз. Нәтижесінде бұл қышқылдық ортада болады. Нәтижесінде бізде NH2, CHR1, COOH. Бірінші амин қышқылымыз пайда болды. Плюс екіншісі NH2, CHR2, COOH. Яғни мінекей бір амин қышқылы пайда болды гидролиз нәтижесінде, және екіншісі пайда болды. Сонда бізде нәруыздар дегеніміз осыдан шығады. Амин қышқылдардың өзара байланысы нәтижесінде нәруыз пайда болады. Ал нәруызды гидролиз дейтін болсақ, ол амин қышқылдарына дейін ыдырап кетеді деген сөз. Екінші алу жолы аммиакпен әрекеттестіру арқылы аламыз. Аммиакты біздің моногалоген карбон қышқылдарына әрекеттесеміз. Яғни мысалға мынаны қарастырайық. CH2 хлор COOH. Бұл бізде болады хлор сірке қышқылы. Хлор сірке қышқылына біз аммиакпен әсер етсек, нәтижесінде бізде пайда болады NH2, CH2, COOH плюс NH4 хлор. Екі еселейміз. Тең. Сонда бізде пайда болды міне қажетті амин қышқылдары. Келесі алу жолы ол қанықпаған карбон қышқылдарын аммиакпен әрекеттестіру арқылы. Қанықпаған карбон қышқылына біз винил қышқылын қарастырайық. Яғни акрил қышқылымыз. OH-ты қосамыз NH3-ге. Нәтижесінде бізде Марков ережесі бойынша айтатын еді, мынандай нәрсе. Сутегіміз, енді аммиактың бір сутегі көп жаққа келеді,
ал NH2 амин тобы сутегі азға келеді деген сөз. Сонда бізде пайда болады CH, COH, NH2. Бұл бізде 2 амин пропион қышқылы. Бізде осылайша амин қышқылдарын алудың осындай бірнеше жолдарын көрдік. Келесі химиялық қасиеттеріне көшеміз. Мысалға, ең бірінші жаңа айттық, амин қышқылдары ол егдайлы қасиет көрсетеді. Бірінші жағдайда қышқылдармен әрекеттесеміз, яғни бұл жерде негіздік қасиет көрсетіп, қышқылдармен әрекеттеседі. Оған мысалға біз мынандай реакцияны жасасақ болады. NH2, CH2, COOH. Бұл жерде амин тобының әсеріне негіздік қасиет көрсетіп, H хлормен әрекеттеседі. Нәтижесінде амин тобына негіздік қасиет көрсетіп жатқан амин тобы болғандықтан бізде сутек келіп, осы амин тобына қосылады. Нәтижесінде бізде тұз пайда болады. NH3, CH2, COOH, хлор. Бұл бізде сірке қышқылының аммоний хлориді. Аммоний хлориді түзілді. Енді келесіде негіздермен әрекеттесу. Бұл жерде уже карбоксил тобына әсер етеді. Жазайық. NH2, CH2, COOH. Плюс бізде мысалға натрий H-ты қосайық. Бізде пайда болады NH2, CH2, COO, натрий плюс су. Яғни бізде карбоксил тобына әсер еттік. Себебі қышқылдық қасиет көрсететін карбоксил тобы, осы қышқылдық қасиет көрсеткен карбоксил тобына негізбен әсер ету арқылы біз глициннің натрий тұзын алдық. Келесі спирттермен әрекеттесуі. Бұл жерде бізде мынандай реакция жүреді. NH2, CH2, COOH. Бұл жерде енді күрделі эфирлер түсуін қарастыра аламыз. Мысалға, метанолмен әрекеттестірсек, бізде уже шығады NH2, CH2, CO, OCH3 плюс H2O. Яғни бізде әсер етіп тұр. Радикал сутекке әсер етті. Енді келесі амин қышқылдарының өзара әрекеттесуі. Бұл жерде дипептидтік байланыстың, яғни дипептидтің пайда болуы. Мысалға, глицинді қарастырайық. NH2, CH2, COOH. Бұл глицинге біз аланинді қосайық. Енді былай ашып жазайық. H, N, H, CH, CH3, COOH. Енді бұл жерде бірігу үшін O мен H бірігеді. Нәтижесінде су пайда болады. Яғни бізде мынандай қосылыс пайда болады деген сөз. H2, N, CH2, C, тек N, H, CH, COOH, CH3 плюс су. Яғни бастапқыда бізде мынау глицин, мынау аланин шықты бізде. Глицил, аланин. Дипептид пайда болады. Дипептид. Енді осы тақырыпты бекіту есептерін шығарып көрейік. Бірінші есебіміз 8,9 грамм бетта амин пропион қышқылы 3,2 грамм метанолмен әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің зат мөлшерін есептеңіз дейді. Біз енді бетта амин пропион қышқылын жазайық. Бізде пропион қышқылы болатынымызда 3 көміртек болу керек. 1, 2, 3. Альфа бетта, значит, бізде болу керек NH2 мұнда.
CH2 CH2 бетта амин пропион қышқылы осы. Бұған біз метанолды қосамыз. Нәтижесінде бізде пайда болады NH2 CH2 CH2 COO CH3 плюс су. Бізден сұрап жатқан күрделі эфиріміз міне NH2 CH2 COO CH3. Енді сізге берілген есептің шарты бойынша 8,9 грамм бетта амин пропион қышқылы, 3,12 грамм метанол. Енді бұлардың әмірін қарастырайық. NH2 CH2 CH2 COH 16 14 30 44 45 бұл 89 граммға тең. Сонда 89 грамм дейміз. Келесі М CH3 OH 15 17 бұл 32 грамм. Сонда бізде 32 грамм. Енді ары қарай нью табатын болсақ, біз айттық N дегеніміз масса бөлінген малярлық масса. Олай болса 8,9 бөлсең 0,1 моль. 3,2-ні 32-ге бөлсең 0,1 моль. Сонда N-деріміз тең. Бізге сұрап тұр. Нәтижесінде пайда болған күрделі эфирдің зат мөлшерін анықта. Сонда X моль астына 1 моль дейміз. Сонда бізде қайсысымен алсақ та, қайсысымен шығарсақ та болады. Себебі бізде амин пропион қышқылы немесе метанолмен алсақ та, бұлардың моль сандары бірдей. Сол себепті былай қарастырамыз. 1 мольде, яғни алдарында 1 деген сан. 1 мольде 1 моль. 1 мольде 1 моль. 0,1 мольде X дейміз. X сонда бізде шығады жауабымыз 0,1 моль. Жауабы сонда 0,1 моль күрделі эфир шыққан екен. Жауабы осындай. Екінші есеп. 10,3 грамм амин май қышқылымен 5,16 грамм калий гидроксидімен әрекеттескенде түзілетін тұздың массасын табыңыз дейді. Ең бірінші амин май қышқылын қарастырайық. Амин май болатын болса, май қышқылы ол бутан қышқылы. Бізде 4 көміртек болу керек. Бізге мындай жасақ болады. NH2 H2 H2 H2. Оған біз қосамыз калий гидроксидін. Сонда бізде шығады NH2 CH2 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 COO калий плюс су. Бізге сұрап тұрғаны мынаның массасын тап деген. X грамм делік. 10,3 грамм 5,6 грамм. Бұл 56 грамм екенін білеміз. Арай табамыз. Малярлық масса CH2 NH2 CH2 CH2 COH 14 14 14 16 30 28 45 103 грамм. Сонда 103 грамм болады. Маған айттық N табу үшін, зат мөлшерін табу үшін бұларды бөлгенбіз. 10,3-ті 103-ке бөлсек 0,1 моль. 5,6-ны 56 бөлсек 0,1 моль. Бұлардың зат мөлшері бірдей. Сол себепті қалаған реагентті алып, соның шамасы арқылы біз шыққан тұздың массасын анықтасақ болады. Енді бізге керегі осы тұздың әмірін анықтайық бірінші. NH2 CH2-ні 1, 2, 3 еселейміз. COO 58 44 39. Бұл 141 грамм. Сонда бізде бұл жерде болады 141 грамм.
Сонда 1 молде 141 грамм, 0,1 молде X тең болады 14-те 1 грамм. Жауабымыз сонда бізде шыққан тұздың массасы 14,1 грамм деген жауап. Мына слайдта сіздерге үй жұмысына берілген есептер. Осы есептерді шығарасыздар, түсінбеген жерлеріңізді телеграмда жазып сұрайсыздар. Бірге талқылаймыз. Сау болыңыздар.